Армысыздар, құрметті достар, құрметті желі қолданушылары, айдың күні аманында баршаңызды көргенімізге, қауышқаныма, осы желі арқылы дидарласқаныма қуаныштымын. Себебі неге? Осы жақын арада, жақын күндері осы Қызылорда облысындағы болып жатқан, оның ішінде қалалық білім бөлімінің жасап жатқан әрбір заңсыз әрекеттері жайында әшкерелеген видеоларды өздеріңізде бөлісіп, әрі қарай таратып, тиісті адамдарды отмена жасап, отмент етіп сөйтіп отқандарыңызға барлықтарыңызға алғысым шексіз. Әлде де қолдап отырыңыздар, әрі қарай осы видеоларды таратыңыздар, тиісті адамдарды отмент жасаңыздар. Тиісті сала өкілдерінің қандай әрекеттері болып жатқандығын, қандай құйтырқы дүниелерге орын алып жатқандығы жайында біз әрі қарай жариялайтын боламыз. Бұл өз кезегінде, яғни әділетті Қазақстанның қалыптасуына, жаңа Қазақстанның қалыптасуына тікелей себепкер болатын, ұйытқы болатын видеолардың бірі деп ойлаймын, және де солай санаймын. Себебі неге? Сіздердің әрбір көрген қаралымдарыңыз, әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір бөлінген бөліскен репосттарыңыз ол мен үшін үлкен қолдау деп білемін. Сондықтан біз бұл жерде белгілі бір жаңалықты қалай айтсақ екен, біреулерді бопсала біреулерден белгілі бір дүниені сұрап жатқан жоқпыз. Бар болғаны осы жасалып жатқан дүниелердің көзі қарақты көрерменге, көзі ашық, оның ішінде зиялы өкілдерге деп айтсақ болады, зиялы қауым өкілдеріне, оның ішіндегі болып жатқан осындай құйтырқы дүниелерді барынша әшкерелеп жатқан жайымыз бар. Оған қолымызда тұрған дәлелдердің барлығы айғақ. Сондықтан тиісті құзырлы органдар болсын, тиісті қудалау органдары болсын, тиісті сала өкілдері болсын, тиісті мемлекеттік органдары болсын, барлығы тікелей жауапты бұл нәрселердің осылайынан болып жатқаны. Тікелей осы нәрсеге көз жұмып қарауы, дәл осылайынан ешқандай әрекет жасамауы өз кезегінде мемлекеттік мекемелердің, былайша айтқанда, мемлекеттік қызметшілердің қоғам алдындағы адал азамат принципіне, былайша айтқанда, президенттің принципінің қалыптасуына тікелей керағар дүние деп айтсақ болады. Себебі неге? Осы уақытқа дейінгі жасалып жатқан жұмыстары бойынша, атқарылып жатқан қызметтер бойынша, сапасыз болып жатқан заң бұзушылықтар бойынша әлі күнге дейін ешқандай әрекеттер жасалмауы, ол өз кезегіндегі біздегі құзырлы орган өкілдерінің қызметіне, қоғам алдындағы беделіне үлкен не болуы мүмкін. Бұл жарияланып жатқан бұл материалдар сын болуы мүмкін. Сондықтан бұл нәрсеге қалай ол кісілер тып-тыныш отқандарына мені ойландырады. Яғни ол нәрсе бүгінгі таңда біздің әділетті Қазақстан деп ұрандатып жүрген кезде, бұл әділетті Қазақстанның қалыптасуына емес, сәйкесінше әділетсіз әрекеттердің қалыптасуына жұмыс жасалып жатыр деген сөз деп ұғынамын мен өзім тарапынан. Және де осы нәрсеге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса бөлісе отырыңыздар. Кезекті сонымен бізді бүгінгі әшкерелейтін материал, ол әрине әшкерелейтін материал болғанда оның жөн сотпен нүктесі қойылған, соттың шешімдері шыққан, сол нәрсеге негіз болған дүниелерді қазір тоқталатын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласында 18 мамыр мен 18 апрель аралығында, яғни апрель мен май айының аралығында ровно бір айдың ішінде бізде мониторинг жұмыстары жүргізілген. Және сол мониторинг бойынша 42 балабақша заңсыз тоқтатылған жұмыстары, заңсыз тоқтатылған, оның ішінде кәдімгідей полноценный, кәдімгідей нелер бар, садиктер бар, олардың да жұмыстарына түбегейлі қасақана түрде тоқтатқандығы жайында қазір осы видеода әшкерелейтін боламыз. Сонымен құжат әрі қарай не айтады құжаттар? Құжаттарға шолу жасайтын боламыз. Яғни Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 381 бұйрығы қалыптасқан, яғни шығарылған осы бұйрыққа сәйкес мониторинг жұмыстары жүргізілу керек. Яғни қаржы жылына, яғни қаржыға отырған садиктерге ғана жасалу керек. Алайда 42 балабақшаның ішінде мемлекеттен қаржы алмайтын, қаржы алмаған садиктерге де мониторинг жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ ол мониторинг ішінде жүргізу барысында мониторингпен құрылған комиссия бармаған садиктер бар. Яғни оған бармағандығына не дәлел? Олардың бармағанына осы мониторингтің, 2 рет жасалған мониторингтің қорытынды актілері бойынша қалып кеткен садиктерге де сөз соңында тоқталатын боламын. Бұл видео арнайы бүгінгі таңда Қызылорда қаласындағы қалалық білім бөлімінің заңсыз әрекеттері жайында болмақ. Сондықтан достар, қайттан сол 381 бұйрықтан бастаймыз. Көріп отырғандай материалдардың реті, мынау уже кәдімгідей папка дело ашылған. Яғни бұл менің өзімнің ашқан делоларым. Мынау жаңағы 381 бұйрық, мынау жаңағы министрліктердің мониторингтің қорытынды актілері, мынау жаңағы зерделенген жұмыстарға мен өзімнің анализдік нелерім жасалған, шолуларым
қазір бұл жайында да бөлек тоқталатын боламын. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандары соттың шешімдері, яғни көріп отырсыздар ғой. Мынау соттың шешімдері 30 қыркүйекте шыққан, 14 қазанда шыққан сот шешімдері. Көріп отырғандарыңыздай осы барлығына өз кезегімде тоқталып, барынша сіздерді хабардар етіп, әрі қарай сіздердің қандай әрекеттер жасалып жатқандығы жайында шолу жасайтын боламыз. Сонымен мынау біздегі менің осы жұмысты алу барысындағы көз жеткізген заңсыз әрекеттерге қатысты тоқталамыз. Енді өздеріңіз білесіздер, қалалық білім бөлімінің басшысы март айында, осы 2025 жылдың март айында сыбайлас жемқорлықпен істі болғанын бәріміз білеміз. Оны Итолған Жарекееваның, блогердің өзінің парақшасында бөліскені, және де оны әрі қарай таратқаны, оған мемлекеттік қызметшілердің әрі қарай репост жасағаны, бюджеттік мекемелердің астына комментарий жазып, лайк басқандығы жайында бәріміз көрдік, бәріміз білдік. Енді қызығы, сол кісі істі болып кеткеннен кейін артынша сол мекеменің қызметкері Есдәулетов деген мырза ИО болып тағайындалады. ИО болып тағайындалған уақытында осындай не шығарады, приказ шығарады, яғни 18 не шығарады, ескертпе хат шығарады. 18 март күні бұл кісі ескертпе хат жолдап отыр, яғни 18 мамыр мен 18 сәуір мен 18 мамыр аралығында зерделеу жұмыстары жүргізілетіндігін хабарлап тұр, яғни осы айда жүргіземіз деп. Бұл хабарламаны бірақ ешқандай да садикке официальный түрде Қазпоштамен жолдамаған, сәйкесінше общий жаңағы құрылтайшылардың отыратын WhatsApp желідегі парақшада таратқан осы хатты. Бірақ бұл жерде мән беретін нәрсе зерделеу жұмыстары деп басталады, яғни мониторинг жұмыстары деп айқындалмайды, яғни зерделеу жұмыстарын жүргіземіз дейді. Зерделеу мен мониторинг деген ол екеуі екі бөлек дүние, яғни зерделеу деген бөлек өз алдына, ал мониторинг жүргізу деген ол бөлек нәрсе. Сондықтан әрі қарай кеттік. Есдәулетов мырзаны алдындағы видеоларда айтқан мен, яғни қаржыны ұстамай толық аударып жіберуіне байланысты қызметтен кетті, яғни осы кісі кетті, бухгалтер кетті, сосын жаңағыдай осы хатты орындатқан басқа да әрі адамдар кеткен болатындығын. Енді әрі қарай көшетін болсақ, одан кейін Ердәулетов деген мырза келеді, ол да ИО білім бөлімінің міндетін атқарушы. Ол кісі осындай 18 сәуір күні келіп приказ шығарады, яғни бұйрық шығарады, 67 бұйрық шығарады. 67 бұйрықтың ішінде бұл кісі шығару барысында мониторинг жұмыстарын жүргізу бойынша шығарады, яғни қосымшасына сәйкес мониторинг жұмыстарын жүргізу бойынша, жүргізілу бойынша бұйрық шығарады. Енді бұйрыққа сәйкес бұл кісі осындай комиссия құрамын қалыптастырады. Комиссия құрамында 9 адамнан тұрады. 9 адамның ішінде 4-еуі мемлекеттік балабақшалар, яғни мемлекеттік коммуналдық мемлекеттік мекеменің қызметкерлері, кісілер осы жерден бастап, Гүлдерден бастап, Жазира, Сартай, Алтынбалық деген балабақшалар мемлекеттік балабақшаның қызметкерлері. Оның ішінде Тоғанова Жақсыгүл Қызылорда өңірлік бала құқығын қорғау жөніндегі өкіл, одан кейін Қарабалина білім басқармасының қызметкері, мына екі кісі МЧС-тің қызметкері, яғни төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері. Енді одан әрі қарай баратын болсақ, бұл кісілер жаңағы балабақшалардың мемлекеттік екендігін растайтын құжаттар, яғни егоп порталынан алынған мемлекеттік тіркеу бейіні, садиктің атауы, орналасқан мекен жайы және басшысының аты жөні. Ана жерде сол қызметкерлер жаңағы Байымбетова Гүлмира деген осы балабақшаның атынан келген. Енді бұл жерде құрылтайшы деген жерде Қызылорда облыстық білім басқармасы мекемесі екендігін көруге болады, яғни мемлекеттік мекеме екенін. Одан кейінгі келесі бізде Сартай балабақшасы. Сартай балабақшасы бұл да мемлекеттік мекеменің несі екенін көруге болады, яғни құрылтайшысы ретінде мемлекеттік тіркеуден өткендігі жайында бейіні. Арал қаласында орналасқан. Бағанағы бірінші балабақшада Арал қаласында орналасқан, екінші балабақшада Арал қаласынан, үшінші балабақшада Алтынбалық балабақшасы да Арал ауданынан келіп отыр. Ол да мемлекеттік мекеменің несі, құрылтайшы мемлекеттік қазынашылық кәсіпорны болып табылады. Одан кейін төртінші балабақшада жаңағы бұл да Жазира балабақшасы мемлекеттік балабақша, яғни Алматы Арал ауданынан келіп отыр, яғни басшысы мекеменің құрылтайшысы, көріп отқандарыңыздай білім басқармасы құрылтайшы, және де Амангелдиева Жанар. Енді әрі қарай қазір өстірестен бұрын нәрсеге тоқталып кетейік. Яғни бұл мониторинг группаны құрып жатқан қалалық білім бөлімі, яғни Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Енді Қызылорда қаласының білім бөлімі тек Қызылорда қаласына ғана әрекет жасау керек қой, былайша айтқанда өзіне қарасты құзырындағы балабақшаларға ғана мына жерге құрылтайшы қылып қойса жарасады. Бірақ Арал ауданының білім бөліміне қарасты мемлекеттік садиктерге бұл кісінің бұйрығы жүрмейді негізі.
Бұған білім басқармасының бұйрығы шығу керек, мына кісінің бұйрығы емес. Білім басқармасы, яғни Исжановтың бұйрығы шығу керек. Алайда ол нәрсе шықпайды, бірақ дей тұрғанмен осылайдан Арал қаласының қызметкерлері, енді осы қызметкерлері мынау жаңағы садиктер бар ғой, олар 18 апрель мен 18 мамыр аралығында Қызылорда қаласына іс сапарға шығу керек, яғни командировкаға шығу керек. Бұл кісілердің несі ашылу керек? Біріншіден Қызылордаға келгендігі жайында жол шығындары көтерілу керек. Одан кейін Аралдан келгеннен кейін, Қызылордаға келгеннен кейін олардың суточный деген болады, яғни қонақ жаңағыдай гостиницаға жату керек. Одан кейін олардың проживание и питание деген болады, яғни олар тамақтану керек. Сәйкесінше сондай-ақ не дедік қой, жалпы проездерде шығу керек қой. Бұл кісілер қалаға келгеннен кейін қалаға қарасы 9 ауылдық округ бар, яғни 2 кент 7 ауылдық округ бар. Тасбөгет пен Белкөл 2 кент болатын болса, Қосшыңырау, Қарауылтөбе деген сияқты ауылдық округтер бар. Ол жаққа да бару үшін бұл кісілерге кәдімгідей не бөліну керек, іс-сапар шығындары бөліну керек. Алайда ол нәрселерді бұл кісілер өз кезегінде қалай рәсімделгендігі жайында оған өз кезегінде тоқталатын боламыз. Енді бұл құрылған комиссия өкілдері не істейді? Яғни комиссия өкілдері зерделеу жұмыстарын жүргізу керек. Алайда бұл кісілер зерделеу жұмыстарының актісін жасайды, яғни актісін жасау барысында зерделеу жүргізілген күнді жазбайды араға. Одан кейін зерделеу жүргізілген мекеменің атын жазбайды. Сөйтіп та бұл кісілер осылайынан неғыла бастайды, толтыра бастайды. Көрдіңіздер ме, өрт қауіпсіздігіне қатысты дейді. Мына жерде мынау неге қатысты көріп отырсыздар ма, міне 4-ші бұйрығына сәйкес дейді, бағалаудың бекіту туралы дейді. Сәулет құрылыс дейді. Мына жерде сәулет құрылыс бойынша архитектураның өкілі болу керек по идее. Бірақ өкінішке орай бұл жерде бізде комиссияда архитектураның өкілі жоқ, барлығы балабақша, барлығы мемлекеттік қызметкерлер, мына төтенше жағдайлар министрлігі. Алайда мына жерде енді әрі қарай кеттік. Мына бейнекамераларды бақылау бойынша терроризмге қарсы органның өкілі болу керек. Санитарлық мынау қағидаларға сәйкес СЕС-тің талаптамасын жазу үшін, сараптамасын жазу үшін СЕС-тің өкілдері болу керек. Сосын тағы әрі қарайға енді кететін болсақ, осылайынан барлық садиктерге осылайынан акт жасалынады, бірақ алайда бұл актілерді жасау барысында ешқандай да не жасамайды. Екінші данасы садиктерге берілмейді. Сәйкесінше осылайынан жасалған, негізсіз жасалған актілерге қол қойдырады. Кейбіреулерінен таныстым деген жерге қол қойдырып әрекет жасаған. Бірақ алайда бұл нәрселер жүргізілмейді. Себебі неге? 381-ші бұйрыққа сәйкес бұл кісілер осы актіні толтырғаннан кейін бұны арнайы порталға орналастыру керек. Порталға орналастырылғаннан кейін 3 жұмыс күнінің ішінде, яғни неге салу керек? Тізбесінен шығару үшін жаңа не бар емес пе? Осы актіні салу керек. Актіден кейін 7 күннің ішінде құжат ұсыну керек, яғни кемшілікті жою бойынша. Сосын ол ұсынылмаса 3 күннің ішінде шығарып тастау керек. Бұл нәрсені бұлар жасамайды. Өйткені неге? Бұны жасаса, атын толтырып, араға күнін толтырып жасайтын болса, бұл кісілер мынандай жалпылама түрде 18 сәуір мен 18 мамыр аралығында осындай жоспарлы мониторинг актісін шығарып отыр. Яғни бәріне ортақ бір акт шығарады. Алайда бұл кісілер өздерінің қорытынды мониторинг актісінде былайынан көрсетіледі. 220 жеке балабақшаны көрсетеді, яғни қала бойынша. Соның ішінде 214-інде осындай балабақшада 2025 жылы 17.595 балаға мемлекеттік тапсырыс алады дейді. Яғни 17.595 балаға, яғни мемлекет тарапынан қаржы бөлінеді деген сөз, яғни субсидия бөлінеді деген сөз. Енді қараңыздар, осы 18 апрель мен 18 мамыр аралығында 214 садиктің 203-не ғана барғандығын көрсетеді. 11 садик қалып кеткендігін көрсетіп отыр. Міне атқарылуына байланысты жоспарлы мониторинг жұмыстары кейінге қалдырылды дейді. Аймансор, Айбөбек, бірдеңе деп осындай 11 садикті көрсетеді. Енді ең қызық нәрсе, бұл кісілер осы 11 садик қалып кеткен кезде де, яғни 11 садиктен бұрын осындай зерделеу жасайтын кезде 381-ші бұйрыққа сәйкес 1 ай бұрын хабарлама жолдау керек. Яғни хабарламалар зерделеу бойынша келіп тұрды. Артынша приказ 1 айдан кейін құрылып тұр, яғни осындай зерделеу жұмыстарын жасауға байланысты. Енді қараңыз, 11 қалып кеткен садикке осындай алдын ала хабарлау жайында ешқандай мәлімет жасалмаған, алдын ала 1 ай бұрын хабарламағандығы жайында көрсететін боламыз. Енді қараңыздар, мынау бірінші 67-ші бұйрыққа сәйкес 203 садик балабақша бар деп көрсетеді. Мынау 203 балабақшаға арналған, яғни кемшіліктер барлық садиктерге жазады. Осы жерде кемшілігі бар, кемшілігі жоғына да бәріне жазады. Сөйтіп жазып келеді. Мынау 33 беттен тұратын не жазады? Қорытынды мониторинг актісін жасайды. Яғни осы қорытынды мониторинг актісінде өздеріңіз көріп отқандай, бұл жерде 203 садиктің несі жазылу керек, тізімдемесі жазылу керек. Алайда 203 садик жазылмайды. Бұл жерде бар болғаны
194 садик қана жазылады. 194 садик қана жазылады. Енді қараңыздар, 203 садикке бұлар не жасайтын болса, 203 садикке мониторинг жасалды деп қорытынды акт жасайтын болса, қорытынды акты, оның 194-не ғана барған болып танылып тұр бұл жерде. Мына жерде 33 беттен тұратын не бар? Парақ бар, 33-ші беті 32 беттен тұрады, міне кемшіліктер. Одан кейін ұсыным дейді. Ұсыным бойынша мынау 33-ші беті, 33-ші бетінде міне мынау тұрған 9 адамның 7 адамы қол қояды. Арада көріп отқандарыңыздай. Бәрі қол қойған көрдіңіздер ма? Бәрі болғанда мынау 2 төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері қатыспайды. Қалған комиссия құрамы бәрі толық қол қойып отыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам қол қойып отыр. Бағанағы балабақшалардың біреуі қалмай қол қойған. Тоғанова да қол қойған, Карабалина да қол қойған. Енді қараңыздар, ең қызық дүние. Ақбота Үміт балабақшасымен бітеді. Осы жерді мұқият қарап алыңыздар. Сол кезде общий санап шықсаңыздар, егер 194 балабақшаға ғана барған болып танылады. Енді қараңыздар, бұл жерден алып тастайтын болсақ, 13-тен 4 алсақ 9 қалады. Нарада 19 қалады, сонда 0 болады. Яғни 9 садик кем. Яғни 9 садикке акт жасалмайды. Қорытынды акты мониторинг жасалмайды. Яғни 9 садикті қалдырып кетеді бұл кісілер. Енді 9 садик қалдырып кеткен кезде 9 садик қайдан шықты деген сұрақ. Бұдан бөлек 203-тің бағана 203 түсу керек еді ғой қағазға. 203 түспейді, бірақ қалада 214 садик бар дейді. Енді қараңыздар, 214 садиктен 203-ті алып тастайтын болсақ, бұл жерде 200 қанша болады? 203, так, 214-тен алсақ 211 садик қалып тұра ма? 211 садикке бұл кісілер екінші акт шығарады. Яғни екінші акты шығару барысында бұл кісілер екінші актіге тоқталатын боламыз. Енді қараңыздар, екінші актіде мынау екінші актілері, яғни мониторинг жүргізу бойынша екінші приказ шығады. Екінші приказда міне көріп отырсыздар, 9.06.2025 жылы 103-ші бұйрық шығады. Яғни қалалық білім бөлімі Бердәулетовтың атынан екінші бұйрық шығады. Екінші бұйрықтың орындалуы 10 маусым мен 13 маусым аралығында деп көрсетеді. Яғни 9 маусым күні приказ шығып жатыр. Приказ шыққан кезде осы 103-ші бұйрық бойынша бұл кісілер алдын ала балабақшаларға бағанағы 67-ші бұйрық секілді хабарлама жасау керек еді бір ай бұрын. Екінші бұйрықта осы хабарлама сақталмайды. Енді қараңыздар, мынау қалып кеткен 11 садик емес, мына жерде 13 садик тізіледі. Қазір көздеріңізше жазайын сіздердің. Так, бірінші балабақша, екінші балабақша, үшінші балабақша, төртінші балабақша, бесінші балабақша. Так, кетті. Көріп отқандарыңыздай. 6-шы, 7-шы, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Көріп отқандарыңыздай 13 балабақшасы міне санитарлық талаптарға сәйкес келеді дейді. Мыналарға осындай кішігірім нелер жасайды, бірақ дей тұрғанмен бұлардың бәрінде енді комиссия құрамы өзгереді. Бағана кісілер жоқ, уже көріп отырсыздар ма? Карабалина жоқ, Мұрат Байва келеді, оның орнына Махатова Мейрам Күл деген кісі келеді Новидан. Мына кісілер осылайынан келіп қалыптасып, олар комиссия болып акт жасайды. Бағанағы 381-ші бұйрық жайына қалады уже. Сөйтеді де бұл балабақшалар не істейді? 13 балабақшаға бағанағы мына жерге қайттан келеміз. Уже мынау екінші бұйрық бойынша нарада 9 балабақша алып кетті бағана. Сол 9 баладан 2-ін алып тастаймыз, сонда 7 балабақша алып кетеді тағы. 7 балабақша қалып кеткен балабақшаны қазір мына тізімнен көрсетіп беретін боламын сіздерге. Енді қараңыздар, 381-ші бұйрықта не дейді? Мынау 381-ші бұйрық. 381-ші бұйрықта оқу арту министрлігінің 2022 жылғы 27 тамызындағы 381-ші бұйрықта нақты көрсетілген, яғни 24-ші тармағында. Яғни қаржы жылында мемлекеттік білім беру тапсырысында орналастырылған мектепке дейінгі ұйымдарға қаржы жылының бір рет дейді. Қаржы жылына бір рет. Осы қағиданың 19-ші тармағындағы шарттарын сақтау және қамтамасыз ету бойынша жоспарлы мониторинг жүргізіледі дейді. Енді қараңыздар, қаржы жылына бір-ақ рет жүргізілетін Бердәулетов мырза келеді да, екі приказ шығарады. Екі приказда да екеуінде де комиссия құрамы екі түрлі. Барлық балабақшалар сол Арал ауданынан келеді. Бұл өзі алдына бірінші кемшіліктері. Енді қараңыздар, осы кемшіліктері бойынша сотқа жүгінген балабақшалар бар. Енді ең осал жері екі мониторинг приказдың аясында бір қорытынды акті шығу керек еді.
Алайда екі приказға екі қорытынды акт шығады да, екеуі де заңсыз болып танылады. Себебі неге? Министрліктің бұйрығы бұзылып отыр бұл жерде. Енді бізде Хадиджа балабақшасы бар. Екінші Хадиджа балабақшасы сотта жеңеді. Яғни осы жерде мынау комиссияның полный қатысып отқандығын көрсетеді. Енді ең қызық бір дүние, Хадиджа балабақшасы жеңген кезде бұл кісі сотта қандай немен тіркеледі? Бірінші сатыда тіркелген іс, мамандандырылған сотта 30 қыркүйек күні жеңіліп тұр. 14 қазан күні Бөбек әлемі деген балабақшамен жеңіліп тұр. Енді екеуінде де бір судья қарайды. Бір судья қарау барысында келесідей әрекеттерге мінекей назар салдырады, яғни уәждеу бөлімінде нақты тоқталады. Мектепке дейінгі ұйымдардың тізбесіне енгізуді білім беруді басқару органдарының конкурс комиссиясының хаттамасы негізінде жүзеге асырылады дейді. Енді қараңыздар. 5-ші бетінде нақты көрсетіп жатыр. Жоспарлы мониторинг жергілікті атқарушы органдардың білім беруді басқару органдарының аккредиттелген салалық дейді. Бағана 24 қой. Соған тоқталып отыр уже нақты кімдер болуы керектігі. Міне өңірлік кәсіпкерлер палатасының адамы болу керек. Сосын комиссиясы жүзеге асырылады дейді. Көріп отырсыздар ма? Жергілікті атқарушы органның білім беру органдарының аккредиттелген, яғни лицензиясы бар деп өткен сөз ғой. Сол сияқты қауымдастықтардың өкілдері болу керек. Одан әрі қарай білім беруді басқару органы жоспарлы мониторинг жүргізу мерзімдерін көрсете отыра мектепке дейінгі ұйымдарға хабарламаны бір ай бұрын жібереді дейді. Яғни бір ай бұрын хабарлама жіберу керек. Бағанағы 103-ші бұйрықта ол нәрсе сақталмаған. Одан кейін жоспарлы мониторинг бойынша нәтижелері бойынша комиссия 3 жұмыс күнінің ішінде акт жасайды және мектепке дейінгі ұйымдармен танысу үшін білім беруді басқару органдарының ресми интернет ресурстарында орналастырылады дейді. Бағана зерделеу бойынша тоқталдым ғой мен мына жерде. Яғни зерделеу бойынша бұл кісілер зерделеу жасалды ғой бағана комиссия құрылған кезде. Зерделеу бойынша актілері ғой, осы акт жасалып жатыр. Міне көрініп отырсыздар ма? Акті деген осы. Мына жерде бұлар әрбір садикке барған кезде күн жазбайды. Зерделеуге барған күн жазбайды. Сосын зерделеуге жүргізген мекеменің атын жазбаған. Себебі неге білесіздер ма? Себебі мынау соттың шешімінде сол нәрсе нақты көрсетілген. Егер де оның барған күні нақты жазылатын болса, олар соны салып орналастыру керек. Сол бойынша садиктер жұмыстарын әрі қарай жасау керек еді. Ал сәйкесінше ол нәрсе жасалмайды. Сәйкесінше бұлар бір-ақ рет мониторинг актісін шығарады. И то оның өзінде де бағана көріп отқандарыңызға 220 садик болатын болса, оның 214-і ақша алып отыр дейді бюджеттен, оның 203-үне біз аралау жасадық дейді, 11-ін кем қылып жасадық, бірақ екінші актіде 11 садикке жасалмайды, 13 актіге жасалынады. Яғни мына жерде 11 емес, мына жерде 13 болу керек негізі. Мына жерде 13 болу керек, бірақ 13 қылып жасамайды бұл кісілер. 11 мониторинг, яғни 13 ұйымға садикке ғана жасаймыз дейді да. Бірақ 11-ін көрсетеді да, бірақ 13-іне жасап акт шығарады. Енді қараңыздар, екінші приказда, Бердәулетовтың екінші приказында осы нәрселер ескерілмейді. Сәйкесінше енді тағы да бір тоқтала кететін нәрсе бар. 25-ші бет, 25-ші бетте Камила балабақшасы, Сәулет 2 балабақшасы, Сырсұлу балабақшасы, Айдиана, Іңкәр Бөбек, Бөбегім балабақшалары, сосын Дикоша балабақшалары жазылған. Осы жерде нарада комиссияның 7 адамы қол қойып тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам қойып тұр. Мына жерде 7 адамның қолы тұр. Енді қараңыздар, бағана мен айтқам, Тоғанова деген кісі осылайынан қол қойып отыр 25-ші бетте. Жаңа 25-ші бетте не үшін айтып отырмын мен? Камила балабақшасының бүгінгі таңда заңды өкілі сотқа жүгіну үстінде. Соттың барысында бұл кісі көрсетіп отыр. Яғни мынау Тоғанованың берген жауабы, Қызылорда облысының бала құқықтары жөніндегі өкілдің осы күні берген жауабында не дейді? Яғни бұл кісінің жауабында мен Тоғанова Жақсыгүл Қоқановна Қызылорда облысының бала құқықтары жөніндегі өкіл ретінде Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Бердәулетовтың 8 деп қате жіберіп қойған, 18 ғой негізі. Жылғы 67-ші бұйрығының бірінші қосымшасына сәйкес Қызылорда қалалық біліміне қарасты білім беру тапсырысын орналастырған мектепке дейінгі ұйымдардың қағида шарттарын сақтау және қамтамасыз ету бойынша 2025 жылдың 18 сәуір мен 18 мамыр күндері аралығында дейді. Осы күндер аралығында жоспарлы мониторинг жүргізу үшін жұмысшы топ құрамына енгізілгенім рас. Бірақ негізгі жұмысыма және жеңістің 80 жылдық мерекесіне байланысты дейді. Республикалық іс-шара ұйымдастыруына байланысты Камила 2016 Бөбекжай бақшасы мекемесіне жүргізілген мониторинг жұмысына қатысқан жоқпын және хаттамаға қол қойған жоқпын деп беріп тұр. Мынау қолы. Енді қараңыздар. Бұл кісі осылайынан қол қойып тұр. Көріп отырсыздар ма? Тоғанова Жақсыгүл. Қорытынды актіге қол қойып тұр. Енді 25-ші бетті ашамыз.
25 бетте жаңа Камилаға мен барған жоқпын деп тұр ғой. Бірақ мына 25 бетте тұрған мынау Камила деген балабақшаға мына жерде қол қойып тұр міне. Мынау қол сол кісінікі. Енді бұл біріншіден қызметкер болып табылады, яғни мемлекеттік жалпы не бар ғой, Мәншүк Мәметова атындағы мемлекеттік педколледж бар, яғни мемлекеттік қызметкер статусымен теңестірілген ғой. Сондай-ақ ол балалардың құқығын қорғау жөніндегі өкіл бүгінгі таңда. Осы кісі Камила балабақшасы жазылған қорытынды актіге қол қою арқылы өзін көрсетіп отыр. Яғни бұл кісі ол күні бармаса, ол күні Камила балабақшасына жаңа планет қорытынды актісіне қол қойған жоқпын деген уәж келтірген ғой. Ал енді ол жалған құжат дайындау болып табылады бұл кісінің әрекеті. Бұл жалған құжатты мемлекеттік қызметкердің жасауы, ол өз алдына өкілеттілігін теріс пайдалану или болмаса қызмет бабын асыра пайдалану болып танылады. Ал енді ол комиссияның құрамында бармын жоқпын деп уәж келтіру, ол сотта өз кезегінде бағасын ала жатады. Енді әрі қарай соттың шешіміне тоқталады. Енді қараңыздар, соттың шешімі бойынша бұл бағана Хадижанікі. Енді мына жерде сотта білім беру тарапынан мониторинг жүргізу барысында қағида талаптарын сақталмай бұзушылықтарға орын алғаны анықталды дейді. Яғни қандай заң бұзушылықтар орын алды? Мына арада қызылмен барлығын көрсетіп қойған. Міне бұл жерде міне бұдан басқа балабақша жұмысшы тобының 2 мүшесі ғана тексеруге барғаны сотта анықталып, атап айтқанда Байымбетова мен Каримова дейді. Осы екеуі жаңағы Хадижаға барған. Ал жұмысшы тобының төтенше жағдайлар басқармасының Асанова мен Мусаның сотта мониторинг жұмыстарының жүргізуіне қатысты хабарлама алмағандығын көрсетті дейді. Бұл орын алған жағдайлар жауапкердің өкілдері сотта жоққа шығарған жоқ дейді. Яғни жауапкер болып табылып отқан кісі, бұл жауапкер тарап, міне өздеріңіз көріп отқандай жауапкер деген Қызылорда облыстық білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесі дейінгі қалалық білім бөліміне барып айтысып тартысуда бар ғой, білесіздер ме, бүкіл барлық заңсыздықты былықтырып жатқан Нұрмаханов деген заңгері, мынау Мұратбаева деген әдіскері осындай заңсыз әрекеттер жасалуына жол беріп жатқан. Енді ең қызығы, сот осындай заңсыз әрекеттерді көре келеді де қандай нәрселерді басшылыққа алады. Яғни әкімшілік рәсімдік процеске сәйкес бұл кісілер сотта нақты көрсетіледі. Міне 11-ші бабын көрсетеді, 6-шы бабының 4-ші бөлігін көрсетеді. Яғни әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекске сәйкес. Сөйтеді да сот келеді да, яғни ненің шешім етеді. Көріп отырсыздар ма? Хадижа 2 балабақшасының дейді талап қоюы қанағаттандырылсын дейді. Яғни ол қандай талап қоюы қанағаттандырылып жатыр? Талап қоюшы Хадижа, жауапкер білім бөлімі талап қоюшының талабы мектепке дейінгі ұйымның тізбесінен шығару әрекетіне дейді. Яғни бұл кісілер 42 балабақшаны мемлекеттік тізімнен шығарғандығы жайында хабарлама жасайды. Бұл 30-шы қыркүйек күні шыққан тұғын. Енді өкініштісі, бұл жерде сот 2 айға дейін мүмкіндік берген, апелляциялық шағымға 2 ай беріліп тұрды. Сол 2 айға дейін бұл кісілер апелляцияға бермей уақытын күтіп отыр. Яғни ол кісілердің, бірақ олар қалай ол заң бұзушылықты заңды деп айтатынына мен қазір енді күмәнім бар. 2 ай бойы ішінде сотқа талап арызбен жүгіне алатындығын көрсеткен. Сөйтіп соттың шешімі шығады. Бұл Хадижа балабақшасы бойынша. Дәл сондай балабақша, бірақ бұл енді біздің қатысуымызбен өтеді. Бөбек әлемі балабақшасы. Қайттан сол кісілер, міне көріп отқандарыңыз, талап қою, міне мектепке дейінгі ұйымдардың тізбесінен шығару әрекетіне қатысты қойылып отыр. Міне 14 қазан күні соттың күшіне енген күні 24 қазан күні еніп тұр. Енді қараңыздар, судья қайттан Жарылқасымова. Енді бұл жерде барлығында көрсетілген, міне бұйрықтың жұмысы топ құрамы бекітілген, осылайынан жазылғандығы, әрекеттердің міне 132-138 бабына сәйкес дау айту туралы талап қоюымен жүгініп жауапкердің деген сияқты нәрселердің барлығын көрсетеді құрметті сот. Сөйтті дәл жаңағыдай Хадижа сияқты міне сотта бұрмаланып анықталған, және де осылайынан 67-ші бұйрыққа сәйкес дұрыс емес құрылғандығы, сотта осындай міне Жұмағұлованың мониторинг жұмыстары бойынша қағидада көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс екендігін бекіткен дейді. Міне көріп отырсыздар ма, Қарабалина мен Мұратбаева қатысқандығын көрсетіп тұр соттың барысында. Міне анықталған кемшіліктер жаңағы әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекстің міне 11-ші бабын көрсетеді. Қайттан білім бөлімі тарапынан балабақшаға мектепке дейінгі ұйымдардың тізбесінен шығару әрекеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде жүзеге асырылмаған деп санайды деп тұр. Нақты, четко и ясны көрсетіп отыр. Көріп отырсыздар ма? Міне талап қою бөбек әлемі жеке бөбекжай балабақшасының талап қоюы қанағаттандырылсын дейді. Бұл жерде де 2 ай мерзім ішінде Қызылорда облыстық мамандандырылған әкімшілік соты арқылы дейді апелляцияға шағым беруге құқылы дейді.
Енді қараңыздар, яғни бағанағы мониторинг топ бойынша құрылған істен бөлек, мынау істің құрылып жатқан комиссияның дұрыс емес екендігі, тексеру актілерінің заңсыз екендігі, тізімдеме қалыптасты ол 42 садикті құлату жайында, оның барлығы заңсыз екендігі бұл айтылып тұр, сотпен дәлелденіп нүктесі қойылып жатыр. Енді өздеріңіз білесіздер, Қызылорда қаласында кәсіпкерлер палатасы бар, яғни Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы, Атамекен кәсіпкерлер палатасы емес, Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының жанынан кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес бар, яғни сараптамалық кеңес сияқты тамаша бір кеңес бар. Сол кеңесте өздеріңіз Фейсбукта болсын, басқа әлеуметтік желілерде болсын, біздің сөйлеген сөздеріміз бар, яғни бағанағы 103-ші және де 67-ші бұйрықтағы заң талаптарының өрескел бұзылғандығы, білім басқармасының жалпы білім бөлімінің заңсыз әрекеттері жайында біз өзіміздің уәждерімізді көрсеткен тұғымыз. Енді ең қызығы осы кәсіпкерлер палатасының жанынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес отырысының 9-шы хаттамасы қалыптасады, яғни 2 қыркүйек 2025 жылы сағат 4-те өткен. Төрағасы Болат Нұрғожаев деген ағамыз. Енді нәрсесі, осы комиссияның ішінде Қызылорда облыстық прокуратурасы бар, яғни прокуратураның прокуроры Тоғызбаев Бауыржан деген мырза бар. Тікелей сол кісінің қатысуымен осы сараптамада біз бүкіл заңсыздықты дәлелдеп бергенбіз бұл жерде. Енді қараңыздар, осы хаттама палатадан 2 қыркүйек күні қалыптасқан кезде бұл 10 қыркүйекке дейін облыстық прокуратураға жолданды. Облыстық прокуратурадан қалалық прокуратурадан әлі күнге дейін сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай өтті же. Әлі ешқандай результат жоқ, ешқандай шара жасалмаған. Енді қараңыздар, сол комиссияның отырысымен де, осы кеңестің отырысымен де прокуратураның ден қою әрекеті арқылы осы нәрсені бұзуға толық негіз бар. Алайда прокурорлық ден қою әрекетіне дейін соттың 2 шешімі тұр, яғни заңсыз рәсімделгендігін дәлелдеп отыр. Енді осындай әрекеттердің барлығы бола тұра, бүгінгі таңда бағана айтып кеттік қой, 11 балабақша, 7 балабақша, 9 балабақша деген, енді соған тоқталатын боламыз. Енді мына жерде бағанағы 67-ші бұйрыққа сәйкес 42 балабақшаның тізімі қалыптасады. Қарамен тұрған балабақшалардың бәрі сол 42-де құлаған балабақшалар, былайша айтқанда, бағанағы хаттамамен көріп отырсыздар ма? Мына балабақшалардың барлығы құлады сол жерде. Бұларды құлатады. Хадижа 2 тұр, көріп отырғандарыңыздай. Хадижа 1-де тұр, 2-де тұр. Одан бөлек мына жерде Камила да тұр, көрдіңіздер ма? Құлаған балабақшалардың ішінде. Енді мына арада 103-ші бұйрық қалыптасады. 103-ші бұйрықта бағана айттық қой. Бірінші неде көрсетілген. Жаңа көрсеттім ғой сіздерге. Так, 1 минут, ай момент дегенде болып тұр қой. Неге қарап отқандарыңыздай, мынау 103-ші бұйрық. Осы 103-ші бұйрықта 13 балабақшаны көрсетеді ғой. Енді 13 балабақша, неге 13, неге 11 деген нәрсеге тоқталатын болсақ, бағанағы 67-ші бұйрық бар бізде. 67-ші бұйрықтың аясы бойынша бұл кісілер айтады, 214 садик мектеп бюджеттен ақша алып отыр, оның 203-үне біз араладық, 18 мамырға дейін 203-үне ғана бардық дейді. Қалған 11 садик қалып кетті дейді. Қалған 11 садикке аттарына жерде тұрған. Мына жерде бірақ 13 садик жазылады, оның ішінде Хадижа 3 элита бөбекжай бақшасы мен бал бөпе ясли балабақшасына қосымша қосылып кетеді. Бұл мына жерде жазылмайды, ол нәрсені жазбайды, бұл көрсетпейді, көріп отырсыздар ма? Сол 2 балабақшаны жазып кетеді, мына қалғандарына барады, бірақ қалғандарының барлығы өтіп кетеді. Енді мынау 3 садик бар. Айзия Kids, Ай балауса, жас ұрпақ деген балабақшалар бар. Ол қорытынды актіде, 67-ші бұйрықта қорытынды актіде біреуі 3-ші тұр, біреуі 13, біреуі 31-ші тұр, яғни 42 тізімнің ішінде. Бұл кісілер былайша айтқанда қорытынды актінің ішінде жоқ. Мына қорытынды акт бар емес пе, соның ішінде жоқ. Бірақ 42 тізбенің ішінде бұлар тұр өз алдына. Ал енді мына балабақшалар бар ғой, аттары аталған бөлек балабақшалар. Бұлар ешқандай 103-ші бұйрықта да 67-ші бұйрықтың ішінде жоқ, бірақ бұлар ваучерлік жүйенің ішінде тұр. Бұған мониторинг топ бармаған. Олар мына садиктер: Нұрғасым, Бауырсақ Қызылорда,
Аңсары Кәусар, Димаш Сұлтан Ерекемай, Бақытты әлем 2, мектепке дейінгі ұйым Фарида, Анилия балабақшалары. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 садикке барып, 7 садик осы жерде қалып кетеді. Бұл садиктердің тізімі қаяқтан шықты? Бұл бағанағы ваучерлік жүйедегі 199 садиктің ішінде тұр бұлар. Бұлар мынау қорытынды актідегі бағанағы бірінші қорытынды актіде де жоқ. Және де соңынан шыққан 203-ші бұйрық бар ғой, 103-ші бұйрықтың ішінде де жоқ бұл балабақшалар. Осындай құлаған 42 балабақшаның біріншіден қараңыздар, соттың 2 шешімі шығып тұр. 3-ші және 4-ші балабақшалардың соттың шешімдері шыққан жоқ. Себебі ол садиктер медиаторлық тәртіппен қазір қайта қосылып жатыр. Енді қараңыздар, осындай заңсыз құрылған әрекеттерден құлаған 42 балабақшаның әрекеттері бойынша комиссияның әрбір әрекеті заңсыз екенін біле тұра, Гүлзира Мажитқызы қайттан ваучерлік жүйеге қосу бойынша не қабылдайды? Акт шығарады, комиссия құрады да, сонымен зерделеу жұмыстарын қайттан бастап, қайттан ваучерлік жүйеге қосу үшін актіні негіз қылып әрекет жасау үстінде бүгінгі таңда. Ал енді ол әрекеті қаншалықты заңды екеніне тиісті сала өкілдерінің тиісті бағасын беретініне менің күмәнім бар. Себебі неге? Жаңағы айтып отырық қой, жаңағы Тоғызбаев Бауыржан деген прокурор бар, облыстық прокурор, осы именно садикпен айналысатын прокурор ғой. Сол кісінің өзінің қатысуымен отқан кезде дәлелденген садиктердің әрекеті жайында ешқандай действия болып жатқан жоқ. Яғни 3 ай өтті. Әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекске сәйкес 60 күнге дейін ғана созылу керек әрбір әрекет зерделеніп қарайтын уақыты. Қазіргі таңда сентябрьдің 2-сінде болған жиыннан бүгінгі таңда ноябрьдің 18-і арада қанша күн өткендерін өздеріңіз бағалай беріңіздер. Әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодексте әрекетсе 60 күн белгіленді ма? Одан бөлек арыз түскеннен кейін, шағым түскеннен кейін ол қарау уақыты 15 күн, 20 күнге қаралатын болса, одан бөлек 60 күнге дейін созылады, яғни зерделеу барысында. Енді қараңыздар, қазір ноябрьдің 18-і, сентябрьдің 2-сінен ноябрьдің 18-іне дейін қанша күн өткендігін өздеріңіз бағалай берсеңіздер болады. Ал енді неге бұл прокурордың атын атап түсіндіріп деп отырмын? Себебі бұл прокурор сол кездегі жаңа палатаның ішіндегі кеңестің мүшесі. Яғни осы жерде ол кісі толыққанды осы нәрсемен хабардар болды. Енді бұл видео тікелей келген кезде мынау соттың 2 шешімі тұр. Бұл сотқа да, облыстық жаңағы болып жатқан сотқа да қалалық прокуратуралардың өкілдері де қатысты, прокурорлар да қатысты бұл жерге. Енді қараңыздар, сол прокурорлардың барлығы бәрі біліп, бәрі хабардар болып отыр, бірақ әлде де мынау бүгінгі таңдағы болып жатқан әрбір заңсыз әрекеттерінің барлығы әлі күнге дейін нәтижесін беріп жатқан жоқ. Сондықтан да осы видеоны осылай шығаруға тура келіп жатыр. Ал енді жаңа мониторинг топтың қорытындысы бойынша құлаған садиктерге, жұмысы тоқтатылған садиктерге қосымша тағы да приказ тағайындалып, комиссия жасақталып, қайттан ваучерлік жүйеге өткізу үшін қайттан комиссиямен якобы барып соның әрекет жасауы, ол енді өз кезегінде мына нәрселердің нәтижесінің салдарынан бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар деген сенімдеміз. Ал енді құзырлы органдар әрі қарай бұл нәрсені бұл күйінде қалдырады деген менде ой жоқ. Себебі неге? Бұл видео сол кісілердің әрекеті үшін жасалып жатыр. Келесі видео не бар? Кәсіпкерлер палатасының сараптамалық кеңесі жайында болады. Себебі неге? Дәл сол сараптамалық кеңестің нәтижесі бойынша подделка документ жасалып, 46.175 теңгенің қаулысы шығуына тікелей себепкер болған видеоны жариялайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, әрі қарай бұл видеоны таратыңыздар, тиісті адамдарды атмен жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Себебі неге? Біз жаңа Қазақстанның қалыптасуына төменнен бастайық. Балық басынан шірейді, бірақ құйрығынан тазаланатындығын естен шығармайық. Сондықтан сіз болып, біз болып таза Қазақстанды құруға атсалысайық. Барлықтарыңызды осы нәрсеге шақырамын. Әрі қарай бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған сол баяғы кіршас жоқ сағындық балаларыңыз. Амандықта жүздесек, аман сау болыңыздар.